Нағашы шешеміз шөден жаңағы итеш нағашымыз бәрі шөден жатыр екен ғой, жатқан жерлері жайлы болсын. Артында қалған ұрпақтарын беремін, төлеп жатсын деп. Енді бізде осы мемлекет келгенде бұл әуел түсініңкіремей, қарағызды садақа жасайды деп жүрмін. Менің ойым сол. Дүйсен қай жерде жасайтын айтқан жоқ, бірақ сол мамама садақа жасайын деп жатырмын деді маған. Жамбыл қосымшыны айтты ғой, солай деді. Осында енді сау болың, рахмет, енді өлі жүрмей тірі байымайды деген. Олдан тұрсынlar енді келіп мінекей садақасы беріп, басынан келіп садақасы жатқан. Оң болсын, ол кісілер біреулер жатқанда. Біз енді осы мен өзім негізі жаңай болғанменен 50%-тен көптеп 60%-тен қожамын. Жазылыпты, жазылы. 58 жылы мені нағашы шешем келіп құлдарға алып кетті, 58-де. Құлдар деймін жаққа 7 күн ба 8 күн жүріп бардық. Қиын деген. Қиын деген нағашы шешеміз. Одан баласы құрғы жаман ғой, келесі жылы шешемнің өзі келді. Кейін алып кетуге. Жаңағы мәлдер деген шешеміз бар. Соны келіп, осында ойын баласының кетейін деп жатыр еді, ойнайын деп. Сен әмеді бір бал жігіт деп сөйлеп. Бар, мен дейді ауылға қайтайын деп отыр. Сен қазір шыға. Ауылға кетем деп сөйлеп. Мен болады. Burada aykan шығарып, жылап, сол дегенде қиын деген шешемізді істеп жатыр. Былай бір әйел адам болған мен ер адам секілді адам ғой. Иә. Қиындарды бір мешекке салып. Мені алып келген сол. Жаяу арқалап келді. Сөйтіп, жаңағы бірінші қожа болу себептерімді айтыладым ғой. Одан жаңағы Қылышбек нағашымыз 18-ге жеткізімізді алып келіп, тұрдымызда жүргізіп, бір тиын ақшамызды жаңағы аналар пайдаланбай, жаңағы нағашы шешеміз ақшамыз болады да, нағашы шешемізге барып береді. Сондай замандар болды ма? Бұл жерден де мына Орынхан дейтін нағашы жеңгеміздің де несін айтайын, құтта үйде 2 бойжеткен қыз, 2 кемпір, осын жерде жаңағы мен секілді жиендері бар, анасы бар, мұнасы бар. Ол қараған адам сонда қалай жатып жүрміз ана дейді. Ой, бармай, соңында қорекеңдердің бір қаңқ етпейді. Мен қыдырып келіп, түнде қыдырып келем ғой, бойдан шығыптың жасы. Онда шалбарымда киімдерім ғана Қылышбектен Орынхан жатқан жерге барып келем. Бір жаққа қоя қойсында болады ғой, бірақ өтіп ойлап. Сол жерге барып шипенер келем киімдерім. Енді қазірлер бәрі де оймай деп ойлайсың ғой енді. Орекеңдерде кейбір бір ашуланбайтын бір дән қарапатынысы бар, соның үсті толып тамақ алып тек анау көтерді, мынау көтерді, дастарханын жасап сөйтіп жүретін еді ғой. Иә, иманды болсын. Енді сонысына қарап, Құдай шүкір, бала шағасы өсті, өлді, аман болсын. Енді мына жаңа айттым ғой, мына беріп жатқан садақаларын қабыл болсын, аман болайық, еліміз сау болсын. Енді біздер жиын болсақ та, осы ағашыларымыздың несіне әлде көп қозып кете қойғанымыз жоқ, жүріп жатыр. Bir жағында анда. Көп болмағанда. Бәрінде бірдей болмайды ғой, дегенменен өзің ұруыңменен жүретін уақыттарың бар ма? Аманшылық болсын дегенде. Мен айтатын әңгіме көп. Айтатын әңгіме көп. Кішкентай күнімізде қалай өсіп қалай неткен. Мына сен де бек тұрған ұмытсың ба? Кішісі. Мына ана балам жолдасың. Көрінбейтін бет тұрған. Бет тұрғаннан қолдан шыққан жоқ. Ол мектеп директор ма бұл? Толып тұрған. Ойда бой өскен адам. Директор болғанда басқа болғанда. Дұрыс айтып жатырсың. Бал жігіт сенің орның бөлек.
баласында да тіпті сол кездескен жерде соны сені құшақтап бір сөйтіп бір бетіңнен сүйіп не қолыңнан сүйіп қалған уақытта өзім бір кәдімгі бір үлкен бір өзі удовольствие алады. Қазақшасында білмей қалдым ғой, ауызға түспей. Шыным түсіндім, қыдырып өскен адам болды. Бірде бір қыз не болды, бір осындай тамақ жеп, бәріміз тамақ жедік, соның жерде қол сүртетін не орамал әкел деп не білмейді, оған ешкім әкелмеді. соның жерде тие берсін, айым менің аяғыма сүртіп жүріп Ойлайды ғой ол. ойнап, мен нағашы апамның аяғына қолым сүрттім содан. Айымгүлдер енді жері кең, сондай бір адам еді ғой. ол енді нағашы шешем, мына екі нағашы шешеміз бар. Ол енді қиын деген кісі, ол тек қазір әйел адам болмаса, ер адам секілді адам ғой. Қайрат қуаты мықты адам ғой. Бірақ кіші нағашы шешеміз өте сондай адамға еніміз. Сені ішіне тартып тұрады, кәдімгідей. Ол мына ұштағанда отырғанда да мен келдім. Мен ең бірінші рет папли деген печеньені осы ұштағанда сіздің үйде жедім. Папли дейтін бар ғой, ішіне май салып, шекер салып қоятын бар ғой. Мен мал алған адамдар осы қимат ішіне келіп оқитын болып, түйеменен келіп алып келіп, соған мен түйеменмін, ол уақытта оқымаймын. Сонда толы мұны ұштағаннан, ондағы түйемен кеттім. Түйе өз табады ауырды. Сондай уақытта өсіп қой біздер, сондай да осы адамдармыз. Қазақша мен айтып болды, мажықта кеттім оғы. Жаңағы мына дүйсен дейтін мына аққұлықтың жаңағы мынаны елізді де ана дүйсен деген баланы